1822 жылғы реформа мен 1824 жылғы реформа бойынша аумақтық әкімшілік мәліметтерін салыстырып ерекшеліктерін атаңыз. 1822 жылғы реформа мен 1824 жылғы реформа Ресей империясының қазақ даласын біртіндеп өз басқаруын алуына бағытталған маңызды қадамдар болды. Бұл реформалар арқылы дәстүрлі хандық басқару жүйесі жойылып, оның орнына Ресейге бағынышты әкімшілік құрылым енгізілді. Екеуінің мазмұны мен іске асыру жолдарына байланысты бірқатар ұқсастықтар мен айырмашылықтар бар. 1822 жылғы реформа орта жүздегі өзгерістер. Бұл реформа Сібір қырғыздары туралы жарғы деп аталды. Авторы Сперанский бұл құжат негізінде Ресей үкіметі орта жүзде хандық билікті ресми түрде жойды. Сол арқылы қазақтардың бұрынғы дәстүрлі басқару жүйесі түбірімен өзгертілді. Енді билік ханның емес, аға сұлтандардың қолына көшті. Аға сұлтандар 3 жылға сайланып отырды және оларды Ресей әкімшілігі бекітетін болды. Сонымен бірге округтік басқару жүйесі енгізілді. Округ, болыс, ауыл болып бөлінді. Бұл қазақ даласына орыс үлгісіндегі басқару жүйесін өндірудің бастамасы еді. Негізгі дәлелдерге келетін болсақ, 1822 жылдан бастап орта жүзде хан сайлау тоқтатылды. Уәли хан қайтыс болғаннан кейін оның орнына ешкім тағайындалмады. Округтер құрылып, аға сұлтандар мен Ресей әкімшілігінің мақұлдауымен сайланды. Қазақтардың жерлері ресми мемлекетінің меншігі ретінде қарастырыла бастады. 1824 жылғы реформа кіші жүздегі өзгерістер мен кіші жүзді 1824 жылғы Орынбор қырғыздары туралы жарғы қабылданған болатын. Бұл жарғы негізінде де хандық билік жойылды. Нақтырақ айтқанда, осы жылы Ресей патшалығы кіші жүз ханы Шерғазыны биліктен алып тастап, жаңа басқару құрылымын енгізді. Кіші жүз бірнеше бөлікке бөлініп, әр аймақты орыс шенеуніктеріне мен дистанция басшылары басқарды. Негізгі дәлелдеріне келетін болсақ, Шерғазы ханның биліктен көтерілуі Ресейдің тікелей араласуының көрінісі болған болатын. Кіші жүз жерінде руаралық билік әлсіретіліп, орталықтандырылған басқаруға көшу басталды. Ресей шенеуніктері жергілікті билікке тікелей араласып, қазақтардың ішкі істеріне бақылау орнатты. Қорытындылай келетін болсақ, 1822 және 1824 жылдардағы реформалар қазақ даласындағы отарлық жүйенің күшеюінің нақты қадамдары болды. Бұл реформалар дәстүрлі хандық билікті жойып, Ресейдің әкімшілік саяси үстемдігін орнатуға бағытталды. Аймақтық ерекшеліктерге қарай басқару құрылымдарында айырмашылықтар болғанмен, түпкі мақсат қазақ жерін Ресей империясының толық бақылауынан алу болды.